Ассалаумағалейкум ағайындар, армысыздар қазақ елі. Жалпы Қазақстанда алғаш рет деп тұрғаным басқа бірлестікке мүлдем ұқсамайтын керемет елімізде бірлестік ашылды. Қарағанды облысында жаңадан Отан Орда қоғамдық бірлестігінің жетекшісі бүгін Ерсін інім екеуміз келіп әңгімелесіп сұхбаттасып жатқан жайымыз бар. Сол бірлестіктің мақсаты жөнінде жалпы жоспары қандай? Ерсін інім өзің халыққа таныстырып өзіңді әңгімелеп жүрсең қысқаша. Сәлем бердік барша жақсы игілерге. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда Қарағанды облысында қоғамдық бірлестігімізді ашып отырмыз. Отан Орда кеңсемізді алып, енді жұмысымызды бастап жатырмыз. Қазақстанда енді көптеген белсенділермен жолығып сөйлестік, өзіміздің жергілікті азаматтармен де сөйлесіп жатырмыз. Қоғамдық бірлестіктің мақсаттарын, түп жоспарларын түсіндіріп жатырмыз. Бүгінгі таңда енді мұқтаж жандар бар, мұқтаж емес жандар бар. Енді бұл бағдарлама біреуге керек емес шығар мүмкін. Бірақ енді кімнің жағдайы болсын, болмасын, елімізге, жерімізге бәріміздің де жанымыз ашиды енді. Осы елде туып, өніп, өскен соң. Бізде екі-ақ жобамыз бар. Сол екі жобаны пысықтап жатырмыз енді. Ол бір жоба ауылды жерлерге бағдарлама. Ауылды жерлерге бағдарлама мал шаруашылыққа. Ертең күні болашақта жақсы жұмыс істеп жатқан жағдайда біз басқа да ауылдық бизнес көздерін аша бастаймыз. Егін шаруашылық, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы деген сияқты әртүрлі керек дүниелерін осы әрбір азаматтарға ипасын тоғысын ашып көмек бермекші ойымыз бар. Ендігі ол жұмыстар қалай атқарылады дейсіз, ауылдың да, қаланың да. Екі түрлі бағдарламада да бұл бағдарламаны пайдаланған адам еш қысылмай, ұялмайды, қысылмайды жұмыс істей алады. Бұл бағдарлама бізде банктарға байланбаймыз, Құдай қаласа. Біздерде тікелей адамдар келісім шартқа отырады. Біздер үшінші куәгер, біздің қоғамдық бірлестік куәгер ретінде қатысып, сол жұмысты атқаруына, аяғына дейін өтуіне, сол жұмыстың бітуіне атсалысып отырамыз. Өзіміздің назарымызда болады. Ендігі жағдай. Неліктен біздің қоғамдық бірлестік бұндай іс атқармақшы? Ертең күні адамдар, беруші де, алушы да адамдар бір-бірін алдамас үшін. Енді қазіргі таңда көп адам кредит алды, енді оны қайтара алмай жатыр. Біз енді оның біреудің кредитін жауап береміз деп айтпаймыз. Бірақ біз оларға ертең күні дамып, өздерінің жоқ жітіктерін бітей алатындай жағдай жасағымыз келеді, реті келсе. Ауылдық бағдарламамыз елу қой 10 сиыр 5 жылқы деген басталады. Ол кімнің ауылда малы жетпей отыр, соған сондай азын-аулақ мал қосамыз. Ол 3 жылдық бағдарлама болады. Толық егерде елу қой 10 сиыр 5 жылқы беретін болсақ, ол 5 жылдық бағдарламамыз болады. Және де көшем деген адамдарды ауылына көшіруге тырысамыз. Әркімді өзінің ауылына, өзінің ауданына қарай көшіреміз. Сырттан бір жерден екінші жерге халықты араластырмаймыз. Ертең күні жеңіл жүру үшін бұл бағдарлама өзінің еліне қарай қайтарамыз. Мысалы, ауылына мал барып асырайын деген адамдарға. Ал енді қалалық бағдарламамыз, ол да мысалы енді 2-3 семья бірігіп, болмаса 5 семья бірігіп, бір семьяға кішігірім бизнестер ашып беру. Ол жерде де енді тәртіптерін адамдар өздері сұрай жатар, түсіндіре жатармыз толық. Енді интернет деген бар, қазір адамдар тауып алу қиын емес. Ауызша, көзбе-көз жолығып, сөйлесіп, түсіндіре жатармыз. Қайтып келейік ауылдық бағдарламаға. Ауылдық бағдарламаны қалай көрейін? Оған қаражат керек. Қаражатты біздер сол бәріміз Қазақстанның көркейіп дамуын қалаймыз. Ол үшін көптеген осы ел жанашырлары, жер жанашырлары өзіміздің азаматтарға инвестор болып үйрену керек. Біз қарапайым адамдар да инвестор болып аламыз. Біреуге 1 жылқы алып берсек те, 5 қойын, 3 қойын алып берсек те, 1 сиырын, 2 сиырын алып берсек те, біздер инвестор болып аламыз. Сөйтіп біз жағдайы төмен отбасыларды малмен қамти аламыз. Жас азаматтарға
жас студент бітіріп енді жұмыс таба алмай жүретіндер көп. Сондай жастарды бастарын біріктіре отырып кішігірім бизнестер ашамыз мысалы. Бір-біріне адамдар көмектесе бастайды. Қаланың адамдары да, ауылдың адамдары да бұл бағдарламаларға қатысып бір-біріне қол ұштарын беріп алады. Екі жақты келісім шартқа отырады. Біздер куәгер ретінде жаңағыдай қатысамыз. 3 жылдық бағдарлама, 5 жылдық бағдарлама бұл. Бүгінгі таңда Бұл жерде бір сұрақ. иә, Ақшаны кім құяды жалпы? Негізі бұл тоқетерін айтшы халыққа. Ақшаны кім құяды? Ақша- Кім қаржыландырады? кім қаржыландырады? Енді мен жаңа қысқа айтып өттім ғой, енді түсінбей қалған боларсыз. Бұл жерін түсіндірейік. Мысалы, сіз қалада жұмыс істейсіз. Иә? Сіз мысалы сәл арзандау ет жегіңіз келеді. Бағасын арзандатып, құнарлы ет жегіңіз келеді. Иә? Мысалы, сіз сол бағдарламаға қосылып, біреуге, бір семьяға бір 2 сиыр алып берсеңіз, сіз құртыңызды, майыңызды, мысалы, жаңағыдай арзан бағадан ала бастайсыз. Және құнарлысын. Сол сияқты жаңағыдай ертең күні бұл да бағдарлама дамығанда, мына ас ауқаттың барлығы таза бола бастайды. Таза өнімдер шығаруға тырысатын боламыз. Сүтті де, қымызды да, мысалы, олардың бағалары қазір қарап тұрсаңыз шырқап тұр. Ол енді біздер жаңағыдай бұрын производство, одан кейін компания дейді, жаңағыдай бір-бірінен өтеді ғой, жаңағыдай. Әрбірі 10%, 15%, 20% қосады. Сол кезде халыққа қымбат шығып кетіп жатыр. Енді жаңағыдай өзін-өзі басқару деген бар халықтың арасында. Сондай түсінік бар. Бұл жерде халық өзі инвестиция жасап, өзін-өзі басқарып, әрі қарай дами аламыз. Біз осы бағдарламаны шынымен де жақсылап жүргізетін болсақ, халықтың хал-ахуалы алдағы 5-10 жылда бір жақсы дәрежелерге шығады деген үмітіміз бар. Енді біздерді елбасымыз мысалы Нұрсұлтан Әбішұлы да мысалы көзі тірі, мысалы сол кісілерде жаңағындай қазіргі президентте байманап ағайындарымыз бар мысалы, миллиардер ағайындарымыз бар. Олардың барлығына Құдай қаласа болашақта хат жолданады. Біздің бағдарламамыз таныстырылады, алдарынан бір рет өтеміз. Жаңа хат бола ма, болмаса кездесу бола ма, ең құрмаса бөгет жасамауға шақырамыз ондай азаматтарды. Мысалы жаңағындай еді монополист азаматтар бар ғой арамызда. Ең құрмаса ол кісілер бөгет жасамасын. Бүгінгі таңда халыққа бұл керек бағдарлама болып отыр. Біз көптеген азаматтарға, жағдайы бар азаматтарға да, жағдайы төмендеу азаматтарға бұны түсіндіріп көріп едік. Бұл бағдарлама ұнап отыр. Ал қаражатты халықтың өзі салалады. Біз енді бастамасын көрсетіп береміз. Бізде енді азнаулақ адам болсақ та, біздердің қасымызда жаңағындай депутат болған азаматтар бар. Жаңағындай енді үлкен бизнесмен азаматтар да бар, азнаулақ. Олар кісілер жаңағындай сондай кісілер қарапайым азаматтар да бар. Біреу 5 жылқы берем дейді, біреу 3 жылқы берем, біреу 2 сиыр бере салам тіпті дейді, ауылыма келсе дейді мысалы. Жаңағындай шөбіне көмектесем дейді. Сондай біз халықтың басын біріктіре отырып, жаңағыдай ауыл жақты да, қала жақты да барлығымен осы идеологиялық тұрғыда, жаңағыдай экономикалық тұрғыда, идеологиялық тұрғыда жұмыс істеп, ары қарай осы қоғамдық бірлестігімізді дамытқымыз келеді. Елімізде мысалы елімізге Қытайлар кіріп жатыр, ашық қойып биліктер. Қытайға бір шека жердің астын Қытайға беріп жатыр, сатып жатыр. Жердің үстін Ресейге сатып жатыр билік. Оған не дейсіз ал? Енді одан қалай құтыламыз мысалы? Мен оны қандай мақсатта, қандай жағдайда кіргізіп жатқанын жеке басым білмейді екен. Бірақ енді біздерде жаңағындай кіші орта бизнес көздері ашылу керек болды. Сондықтан біздер сәл ес жинап, біздер өзіміз де сол бизнестерді аша аламыз. Біз сол қазір мысалы президентіміз жолды ашып қойды. Қытайға да өтсең де жеңілдік, Россияға да, мысалы басқа да мемлекеттерге де, көрші мемлекеттеріне бізге бәрімізге жол ашып қойды. Енді біздер жаңағындай енді кішкене шошындық қой, енді бұл қалай болды басында деп, жаңағындай Қытайлар келіп жатыр, мына жақтан Россиядан қаншама халық келіп жатыр жаңағындай. Оның бәрін ойламадық емес, ойладық. Бірақ енді ойлана келе біздер өзіміз де осы қай саланы болсын дамытуға даярмыз. Бізге бірақ жаңағындай бір-бірімізге қол көмегіміз керек екен. Қолдауымыз керек екен бір-бірімізді. Ертеңгі күні халық жаңағындай бір жобада бір бағыт
қолынан келетін адамдар сол өздерінің бағытында жұмыс істеп, жақсы жұмыс істеп, адамдар бір-бірімен кеңінен танысып, бұрынғыдай жаңағыдай жомарт қазақтар сияқты араласып, танысып жатсақ, бұл көптеген тірліктің басын бетін қайтаруға болады. Қазақ қызды 40 үйден тыйған дейді. Сондықтан біздер ертеңгі күні ол қыздардың ақымақ деп айтпаймын. Қазіргі күні қыздар ақылды сияқты осы ер азаматтарға қарағанда қазір қыздар ширақтау болып көрінеді кей кезде маған. Ертеңгі күні қыздардың өздері де ұялатын болады. Басқа ұлттарға тұрмысқа шықпауына мысалы енді. Өйткені қазақ ұлтының жаңағыдай халқы енді 20 миллионнан жеттік па, жетпедік па, көрші мемлекеттерді қарап отырсақ, мысалы адам саны дамып, жаңағыдай экономикалық жағы да дамып жатыр. Құдай қаласа біздер де соған атсалысармыз. Жалпы халық сенеді деп ойлайсың ба? Жалпы халық бұл енді бір ауыз сөзге сенер сенбесін Құдай біледі. Бет көрген жүз ұялар дейді. Интернет бар, телефон нөмірін іздеп табуға болады, қай бір адамның болсын бүгінгі күнде. Кабинетіміз бар. Келер, сөйлесер, бет көрген жүз ұялар түсіндірерміз басынан аяғына дейін. Қолдан дейтін азаматтар болып жатса, біздер қуана-қуана енді бірлестік, құтты болсын, бірлестік ашылып жатыр. Бірақ та халықты арттарынан ерту ғой. Енді оны ереді деп ойлайсыңдар ма? Біз енді барлығын жарылқаймыз деп айтып жатқан жоқпыз ғой бүгінгі күні біз жергілікті қоғамдық бірлестік. Енді біздер Қарағанды азаматтарына айтып отырғаным жаңағындай біздер бас қосайық облыс болып. Содан соң жаңағындай басқа облыстарға да бір үлгі болсақ деген бір ой пікірлеріміз бар. Мысалы, болмай жатса басқа облыстар бізге жаңағындай бағдарламалармен, жақсы істермен үлгі болсын. Ол жағында біз құптаймыз, мысалға. Алдағы уақытта республикалық болып ашыламыз деген ойымыз бар. Жаңағы батыс ордасын, жаңағындай оңтүстік ордасы деген сияқты, солтүстік ордасы деген сияқты, орталық деген сияқты жаңағындай әр жерден өзіміздің бөлімшелерімізді ашқымыз келеді. Халыққа кеңінен түсіндіріп, осы бағытта жұмыс істеуімізге. Құтты болсын, бірлестік, Қазақстанымыз дами берсін. Біз де сізде тек қана мақсатымыз біреу ғана, Қазақстанды ұлы держава қылып, Қазақстанды дамыту, халықтың жағдайын жақсарту. Лайым солған күндерге жетіп, сол істерді атқарсақ, жақсы болады. Сондықтан осындай керемет, халыққа пайдалы, керемет жоспарлар іске аса берсін, құрметті ағайын. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз әзірге. Тағы да Құдай қаласа эфирге шығатын боламыз. Әзірше қош, сау болыңыздар дейміз. Аман саулықта жүздесіп жолықтаршы. Аман болыңыздар.